Сәлем достар, бүгін біз өте жұмсақ ауызда еритін муравейниктер жасайтын боламыз. Қажетті өнімдердің барлығын описаниеда қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Алдымен табамызға майымыздың үстіне қосқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымызды салып, жақсылап біркелкі масса дайындайтын боламыз. Тестамыз дайын болғаннан кейін біркелкі орташа 5 бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін тесталарымызды таза пакетке салып, морозильникке 1 сағатқа қоятын боламыз. Морозильникте 1 сағат тұрған тесталарымызды шығарып алып, үккіштен өткізіп, 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Қызарып, пісіп шыққан муравейниктерімізді табағымызға салып, үстіне 2 шай қасық варенка қосамыз. Содан кейін қажетінше қойылтылған сүт қосамыз, яғни сгущенка. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін кез келген формаға келтіріп әсемдесеңіздер болады. Мен кекстің формасына салдым. Егерде сіздерде кекстің формасы болмаса, кішкентай стаканға немесе пиалаға салып әсемдесеңіздер болады. Содан кейін мен муравейниктерінің үстіне мак сеуіп әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңызша шоколадпен немесе сахарный пудрамен әсемдесеңіздер болады. Осымен біздің муравейниктеріміз дайын. Егер рецепт пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер.